Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте жұмсақ, оқтауды қажет етпейтін, қасықпен жайылатын және де арзан креммен жасалатын медовик торттың рецептімен бөлісемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, шайнамай жұта беретіндей жеп-жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге осындай сұйық бал қажет болады. Осы сұйық балымызды отқа қойып, оның сәл қызғаннан кейін үстінен бір шай қасықпен ас содасын салып, оны әппақ болып көпіргенше араластыратын боламын. Міне ас содасы дәл осы әппақ болып көпіреді. Одан кейін балымыз қоңыр түске енгеннен кейін оның үстінен сары майды салып, толық ерігенше баяу отта ұстаймын. Сары май толық ерігеннен кейін отты өшіріп, оны суығанша осы күйінде қалдырамын. Енді таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, оның үстінен шым-шым тұз бен қажетті мөлшердегі қантымызды салып, миксердің көмегімен әппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламын. Егер де миксер жоқ болса, венчиктің көмегімен де қант ерігенше араластырып алуға болады. Жұмыртқамыз әппақ болып кесеге дейін көтерілгеннен кейін оның үстінен бал мен сары май араласқан массамызды құйып, біркелкі болғанша бір араластырып аламын. Одан кейін оның үстінен електен өткізілген дайын тұрған ұнымызды салып, оны да жақсылап ешқандай түйір қалмағанша біркелкі болғанша араластырамын. Міне медовик тортының қамыры дәл осындай болып қоп-қою болады. Осы дайын болған массаны 22 сантиметрлік кальцоның ішіне осылай 2 қасықтан салып, қасықтың көмегімен жаятын боламын. Және де оны алдын ала қызып тұрған пеште 5-6 минутта пісіріп аламын. Корждары өте жұқа болғандықтан тез пісетін болады. Медовиктің бисквиті дәл осындай жеп-жұмсақ болып шығады. Енді оны тарелкамызға орналастырып, үстінен қаймақты крем жағатын боламын. Сіздер өздеріңіз қалаған крем қолдансаңыздар болады. Мен осы қаймақты кремді қолдандым. Бұл қаймақты кремнің рецебін менің YouTube арнамнан қарасаңыздар болады. Бұл рецепт бойынша менде 7 корж шықты. 6 коржды дәл осылай араларына кремді жағып, және де барлық жеріне крем жақ болғаннан кейін оның жан-жағына да крем жағып, және де бір коржды үгітіп, оның үстіне және жан-жағына жағатын боламын. Көп уақытыңызды қажет етпейтін, өте оңай жасалатын осы медовик тортын жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және менің осы видеома лайк басып, пікір қалдырып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар.